Ғалымбек Оспанов, актер Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының театр өнері факультетінде музыкалық драма театрының актер мамандығы бойынша білім алған. 2013 жылдан бастап Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының актері. Ғалым, қайырлы таң. Жаңа күннің студиясына қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы таң. Ғалым, биылғы театр маусымындағы спектакльдердің саны толығып жатыр. Солай ғой. Сізге сол спектакльдердің ішінде қай рөлдерді сомдау бұйырды? Рахмет, алдымен. Енді жалпы былтыр 90 жылдығымызды тойлаттық. Торқалы 90 жылдығымызды театрымызға. Рахмет. Биыл 91 маусым. Осы маусымда біраз қойылымдар көрерменге жол тартты. Соның ішінде Мадина Омарованың Көмбенанның дәмі деген қойылымда әскери Жайық деген жігіттің рөлін сомдадым. Басқа қойылымдарда кішігірім ғана эпизодтық рөлдерде болдым. Ал жаңа Көмбенанның дәмі деген қойылымда маңызды рөлде болдым. Енді актер болғаннан кейін оған басқа адамның бейнесін сомдау оған бұйырылады. Басқа адамның ішкі жан дүниесі ену керек. Сол себептен енді актер болғанның өзіндік адамдық қалыптасқан табиғилығы бар ғой оның. Сол себептен басқа адамның ішкі жан дүниесіне енігеннен кейін сол адам болып кейде, сол образ болып кейде ауыратын кездер болады. Сол адам болып образдан шыға алмай дейді ғой, сол адам болып жүретін кездер болады. Ал кейбір кезде ғалыманда оқиға бола ма? Тіпті өзіңді таппай қалатын кездер бола ма? Барлығын сомдап жүр, өзің қандай екенін таппай қалатын кездер болады. Болады. Енді мен театрда жұмыс істегеніме осы 4-ші маусым ғана. Сол себептен 40 жыл жұмыс істесем, айтар едім. Образдан шыға алмағанда біресе Мұқағали болып кетем, біресе Абай болып кетем деп айтар едім. Өйтіп айтпай ақ қойын. Енді тай-тай басып келе жатқан жас буынбыз біз. Бәрекелді. Ғалым, сенің ойыңша жаңағы театр мен кино актерлардың арасында айырмашылық бар ма? Және қандай айырмашылық болуы мүмкін? Бар әрине. Театр ол енді қайнап жатқан бір. Киноны да жаман деп айтпаймын, бірақ кинода 70 дубль. Дубль көп болады. 100 дубль жасап, соның ішінде біреуін ғана кесіп алу мүмкін да? Бір ғана жаңағы эпизодта. Театрда олай емес. Мүмкіндік жоқ. Жаңағы театрда репетицияда қалай жасайсың, көрерменнің алдында солай ойнайсың. Сондықтан екеуінің айырмашылығы жер мен көк десем болады. Екеуін салыстыруға мүлде келмейді. Мысалға киноға барсақ, камераның алдында тұрып ойнаймыз, айтады, кішкене өмірдегідей кішкене шынайы ойнаңызшы дейді. Жарайды. Ал театрда сенің үнің, даусың, сөзің, ойың жету үшін айқайлап сөйлеуге тура келеді. Кішкене даусыңды шығарып. Ал сен кинода камераның алдында кішкене айқайлап сөйлеуге рұқсат жоқ, киноның өзінің тәртібі бойынша. Ал театрда мүлде бөлектеу. Өзіңнің жаныңа қайсы жақын? Екеуі де жақын. Екеуінің жанры, енді жалпы өнер деген ұғым болғаннан кейін екеуінің бірақ бағыты бір ғой, иә? Енді бір актер болғаннан кейін біздің бір өзіміздің шығармашылық жолымыз, орысша айтқанда карьерамыз дейді ғой. Ал екеуі де жақын, екеуін бөліп жармаймын. Ал енді актер болу керек, актер болғаннан кейін міндетті түрде бір оқу орнын бітіру керек деген сияқты, арнайы маман болып қалыптасу керек. Міндетті түрде. Сіз өзіңіз қай оқу орнын бітірдіңіз? Енді менің Темірбек Қараұлы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын осыдан 4 жыл бұрын 2013 жылы Қазақстанның халық әртісі Тарлан сыйлығының иегері, белгілі ұлағатты білікті ұстаз, режиссер, өзі театр режиссер, талай Семей театрын басқарған кісі Есмұхан Омаевтың шеберханасында 4 жыл тәлім алып, осы актерлық мамандыққа келіп, осы мамандықтың қазір нанын жеп жатырмын. Иә, ғалым, актерлықтан бөлек, актерлық шеберліктен бөлек тағы да ән айтатыныңды білеміз. Одан басқа біз білмейтін жасырын қандай өнерің бар? Жалпы жігітке 70 өнерді аз дейді. Сондықтан анда-санда кейбір кездерде әудеп қоятынымыз бар. Жалпы осы актерлық жаңағы мамандыққа келместен бұрын бала кезде баларман деген болады ғой. Әрине. Сол кезде әнші болсам деп армандадым. Мектеп қабырғасында жүргенде біраз іс-шараларға қатысып, мектептің жаңағы белді оқушыларының
бірі болатын. Активист дейді ғой, иә? Иә, енді мектеп қабырғасында жүрген кезде енді талпыныс болады ғой. Ертең жоғары оқу орнына түссем, студент болсам, әрмен қарай кішкене жолым жақсы болса екен деп енді сол талпыныспен. Қазірде талпыныс бар, енді мектеп қабырғасында жүргендегі талпыныс мүлде бөлек болады. Енді балалық кезде ойымыз, балалық жаңағы ойлау қабілетіміз бөлек деп ғой. Ал әншілікті қатар алып жүру өзің ойыңда бар ма? Бұл үлкен арманым, шынымды айтсам. Енді арманыңыз орындалсын деген тілегіміз бар. Рахмет. Дегенмен де армансыз адам Қанатсыз. ормансыз бұлбұл дейді. Иә. Қазіргі кезде бір керемет бір қанатты сөздер қалыптасып жатыр. Өзің бір орындалмаған арманың бар ма? Немесе осы арманға жетемін деген бір белесті Құдай қаласа алдағы уақытта өтемін деген. Қандай Әрине, арманың бар жалпы? енді армансыз адам болмайды шығар деп есептеймін, өзім ойлаймын. Барлығымыз армандаймыз. Әрине. Ендігі арманым арасында жақсы, мынау кинода бір жақсы туынды бұл шығарма болса, сонда жақсы рөлде сомдау. Арманым сол болып жүр. Театрда қазір Аллаға шүкір, Арманыңыз орындалып жатыр. иә, ойлаған рөлдерімізге мүмкіндік беріп жатыр. Ойнауға театр тарапынан ешқандай қарсылық жоқ. Қандай рөлде ойнаймын десең, тек актер ретінде өзіңнің мамандығыңа сен үзілді кесілді дайын болып тұрсаң, болды. Ол жағынан бізде мүмкіншілік көп. Театрға барасың, барғанда 10 жыл көпшілік сахнасында жүресің, орысша айтқанда массовка дейді. Көпшілік сахнасында жүресің деген ол жалған нәрсе. Мен оны жоққа шығарар едім. Актер егер ойнайын десе, талпынам десе, ол армандаса барлығына жетуге болады. Сондықтан өзімнің қазіргі арманым, үлкен арманым десем де болады. Жалпы өнер саласында мынау кино әлеміне жақсы туынды болса, бір үлкен бір рөлде сомдасам деген үлкен. Басты рөлдердің бірін сомдасаң дейсіз. Енді біздің енді. Иә, Рамазан айында осы армандарыңыздың барлығын орындауына шын тілектеспіз біз. Енді біздің көрермендерімізге, жаңа күн бағдарламасының көрермендеріне сіздің де тілегіңіз болса, мархабат. Таңғы тілек болсын. Рахмет. Барша қазақ еліне, қазақ жұртшылығына қайырлы таң тілеймін. Ең алдымен еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тұғырлы тәуелсіздігімізді ешқашан жоғалтпайық. Барлықтарыңызға амандық тілеймін, саулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Тек қана жақсы күндерде, жақсы көңіл күйде, жақсы көңіл күймен жаңағы жақсы дидарласып қауышуға Алла нәсіп етсін. Ой, бәрекелді. Ой, рахмет үлкен.